Башыңызға қайырлы күн көрермендерім, тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін кәріс халқының пянце пигоди тағамын жасап көрсететін боламын. Бұл тағам өте дәмді, тойымды және бір жасағынан шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қамырымызды ашытуымыз керек. Ол үшін жылы суға дрожжи, тұз және сұйық майымызды құйып жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды електен өткізіп, қамырымыз қолға жабыспағанша бірінші лопатканың көмегімен, одан кейін қолдың көмегімен жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қыздар, егерде ұныңызды көп салып жіберіп, қамырыңыз қара тастай болса, онда пигодиіңіз көтерілмей қалады. Сол үшін қамырыңыз өте жұмсақ болуы қажет. Міне ешқандай ұнтақсыз қамырымыз өте жұмсақ болып шықты. Енді осыны жылы жерге бетін жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді салмамызды, яғни начинкамызды дайындайтын боламыз. Етті осылай жұп-жұқа қылып, көбік қылып турап алатын боламыз. Менің капустам өте үлкен болғаннан кейін оны 2-ге бөліп алдым. Бір бөлігін ғана қолдандым. Өздеріңізге ыңғайлы қылып бөліп аласыздардағы, осы видеодағыдай жұп-жұқа қылып турап аламыз. Енді пиязымызды да ұсақтап турап аламыз. Ыдысымызға майды құйып, қыздырып, одан кейін барып етімізді қуырып аламыз. Газдың жоғары көзінде етімізді жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Әрине етіңіз күйіп кетпеу үшін қарап отырасыздар, қайта-қайта араластырып отыруыңыз қажет. Одан кейін барып пиязымызды салып, тағы да қуырамыз. Қыздар, айтпақшы, етті қуырып жатқан кезде суы шығып, көпірігі шығып кетуі мүмкін. Сол кезде суын төгіп тастап, ары қарай қуыра берсеңіздер болады. Пиязını жақсылап қуырсаңыз десеңіз, томатный паста немесе кетчуп қоссаңыздар болады. Тағы да араластырып, одан кейін орам жапырағымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырып, дәміне қарай тұз бен бұрышты саламыз. Араластырып, бетін жауып, етіміз піскенше қапағын жауып қоямыз. Начинкамыздың пісуі жақындаған кезде қамырымызды бөліп дайындап қоямыз. Қамырымыз жұмсақ болып шықты. Енді осыны бірнеше тең бөліктерге бөліп қоямыз. Менде бұл мөлшермен 11 штук шықты. Негізі барлығын тең қылып 1 граммен бөлген кезде 14-15 штуктай шығу керек еді. Енді қамырымызды қатты жұқа да қылмай, қалың да қылмай, орташа көлемде жайып шығамыз. Тек құр нан жеп отқан сияқты болмау үшін салмамызды аямай саламыз. Мен 2 ас қасық, 2,5 ас қасықтан салып отырдым әрқайсысына. Енді түйілу жолын мұқият қарап алыңыздар. Екі жағын жақсылап қысып аламыздағы, шет-шетінен осы видеодағыдай жабыстырып шығамыз. Айтпақшы қыздар, начинкамызды суытып барып ғана салайық, әйтпесе суы ағып кетуі мүмкін, қамыр одан кейін жабыспай қалады. Қыздар, еттің орнына әрине фаршпен де, тауықпен де жасай берсеңіздер болады. Түйілу жолы өте оңай, және соңғы жағын жақсылап бекітеміз. Міне осылай әп-әдемі қылып өрілді. Енді қамырларымыздың бетін құрғақ сүлгімен 20 минутқа жауып қоямыз. Уақыт өткеннен кейін қамырымыз осындай томпиып шығады. Енді мантоваркамызды майлап, арасын жан-жақтарын ашып, жабыстырмай саламыз. Айтпақшы қыздар, қайнап тұрған мантоваркаға 25 минутқа пісіріп аламыз. Одан артық пісірмеңіздер, себебі қамырымыз резинка сияқты болып кетеді. Енді пісіп шыққан пигодидің арасын кесіп, ортасына корейский салатты салып шығатын боламыз. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл тағамның 2 штугын ақ тойып қаласыздар. Ас болсын.